Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгінгі видеода біз киви жемісінің пайдасы жөнінде айтатын боламыз. Сондықтан қызықты ақпаратты жіберіп алмай, видеоны соңына дейін көріңіздер. Біз кивиді жеміс деп атаймыз. Негізінде бұл азық жеміс емес, жидектер қатарына жатады екен. Оны жаңазеландықтар ақш-қа тасымалдауды бастағанда, оның бастапқы қытайлық қарлыған деген атауын өзгертіп, киви фрут деп атады. Бастапқы атауын өзгерту себебі сол кездегі салқын Қытай соғысы мен жидектерге деген қымбат ақы. Кивиді қабығымен жеп көргендер бар ма? Негізінде кивиді қабығымен жеуге болады екен. Әсіресе испандық селекционерлер шығарған кивиньо сортын. Кивиньоның қабығы жұмсақ келеді. Кивидің қабығының құрамында антиоксиданттар мол. Ол асқазандағы зиянды бактериялардың көбеймеуін қадағалап, зарарсыздандыратын қасиеті бар. Алайда кивиді қабығымен жеу алдында жақсылап жуу керектігін ұмытпаңыз. Сонымен қатар, киви қабығы аса сезімтал, тілді ауыртып, уылдатып жіберуі мүмкін. Дәрігерлер кивиді 5 жастан кіші балаларға бермеуге кеңес береді. Зерттеу нәтижелері бойынша балаларда жұтқыншақ, көмей дерматозы, тілдің ісуі туындауы мүмкін. Сонымен қатар аллергиялық әсер беруі де ықтимал. Кивидің емдік қасиеті бар ма? Нәзік жандылар үшін кивидің емдік қасиеті бар. Ол шаштың ерте ағаруынан сақтап, ағзадағы артық салмақтан арылуға көмектеседі. Қыжылдан құтылу үшін де бір кивиді жеу жеткілікті. Ересек адамдарға кивиді қан қысымын және ағзадағы холестерин көлемін азайту үшін жеуге болады. Сондай-ақ кивидің құрамында иммунитетті нығайтып, ағзаны жасартатын С дәрумені баршылық. С дәрумені ағзаға зиянды нитрат, нитриттардың енбеуін де қадағалайды. Сонымен қатар кивидің құрамында қан ауруларын емдейтін темір молынан бар. Бет терісінің сымбаттылығын сақтау үшін де кивиді пайдаланып маскалар жасауға болады. Кивидің денсаулыққа пайдасы көп. Киви дәрумендерге өте бай тропикалық жеміс. Оның құрамында жасұнық, калий, кальций, магний, лектин, фосфор, мырыш, темір, марганец, антиоксиданттар мен амин қышқылдары ағзаға өте пайдалы. Кивиді жиі тұтынатын болсаңыз, ағзаға инфекцияның таралуы тежеліп, иммунды жүйе нығайып, жүрек, қан тамырлары ауруының алдын алып, ағзаның қатерлі ісікпен күресуі артып, жүйке жүйесін жақсартады екен. Басқа жемістерден айырмашылығы, киви консервілеген кезде еш бұзылмайды. Сондай-ақ жеміс Е дәруменіне өте бай. Біле білсеңіз, кивиді жеп қана қоймай, оны косметика негізінде пайдалансаңыздан болады. Сонымен қатар, бұл жемісте актидин атты зат бар. Ол ағзадағы ақуыздарды ыдыратуға көмектеседі. Кивиді кәуапты маринаттауға пайдаланатын осыдан. Мамандар кивидің өзінен бұрын қабығының да пайдасы орасан зор екенін анықтады. Себебі кивидің қабығында антиоксиданттар көп кездеседі. Ол терідегі натрий затын сыртқа шығаруға көмектесетін таптырмас құрал. Сондықтан киви қабығын тастап жібермей, одан маска жасап пайдалансаңыз, бетіңіздің терісі балғын күйге енеді. Осынау тропикалық жемісті суықтағанда, вирусты дерт кезінде, авитаминозда, шаршағанда, әлсіздікте, күш жоғалғанда, күйзелісте, атеросклероз, диабет, гипертония, тромбоз дерті кезінде тамақтану мәзіріне осы жемісті міндетті түрде қосқан дұрыс. Дегенмен, осыншама пайдасы кивидің зиянды тұстары да жоқ емес. Сондықтан оны пайдаланған кезде асыра сілтеп жібермеңіз. Мәселен, жеміс құрамында С дәрумені тым көп болғандықтан аллергия беруі әбден мүмкін. Асқазан сөлі қышқылы жоғары адамдарға да пайдалануға болмайды. Іш өткізгіштік қасиеті болғандықтан диарея дертімен ауыратындар бұл жемістен бас тартқан жөн. Құрметті достар, видео ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің оп-оңай болмашы әрекетіңіз біздің жаңа әрі пайдалы видео шығаруға шабыттандырады. Келесі кезекте қандай видео көргіңіз келетіні жөнінде комментарийға жаза кетіңіз. Аман сау болыңыздар.